Қадірлі ағайын, енді мынау 15 наурызда біздің елде үлкен ұлы жаңалық болайын деп отыр. Мемлекеттілігіміздің ерекше мәні бар жаңа ата заңымызды қабылдаймыз. Енді бұл ата заңның әрбір бабы жайында халық өзінің ойларын айтып жатыр. Көп мәселемен қосыламын, және оны комиссияда отырған адамдар, білгірлер, заңгерлер оның көбін қабылдап жатыр. Меніңше бұл біздің еліміздегі бір ерекше уақиға болатын түрі бар. Өйткені осы уақытқа дейін талай рет конституциямыз түзетіліп, сызылып, қайтадан біреулерге икемделіп еді. Бұл жолы ортақ үлгі ата заңға қарай, ата заң атына қарай үлкен болады ғой деп ойлаймын, әділдік болады ғой деп ойлаймын. Халық үшін, ел үшін, мемлекет үшін бұл заңның үлкен бір мәні болады деп ойлаймын. Мен өзім қолдаймын. 15 күні барып дауысымды беремін, сіздерді соған шақырамын.